Еков.kz порталында автокөлікті заңдастыруға тексеру үшін Еков.kz порталында авторизациядан өтіңіз. Басты бетте азаматтарға көлік және коммуникациялар, автомобиль көлігі бөлімін таңдаңыз. Автокөлікті заңдастыру үшін тексеру қызметін таңдап, онлайн сұрау батырмасын басыңыз. Көлік құралын тексеру үшін халыққа қызмет көрсету орталығын таңдаңыз және алдыңғы иесінің деректерін көрсетіңіз. Екінші қадамда көлік құралының деректерін көрсету қажет. Көлік санаты, маркасы, моделі, шығарылған жылы, машинаның түсі және басқа да деректер. Содан кейін тексеруге сұрау салуға қол қою қажет. Қызмет көрсету нәтижесі 15 минут ішінде Еков.kz пайдаланушысының жеке кабинетіне жіберіледі. Қызметтің оң нәтижесі болған жағдайда көлік құралын тексеруден өткізу үшін арнайы халыққа қызмет көрсету орталығына электронды кезек бұрындау қажет.